ағылшыннан өтем, мамандыққа келген кезде 0,5, 0,3 балл жеткізбей қояды. Сонда сіз 5 жыл бойы 5 жыл бойы PhD-ға тапсырып жүрдім. Бір бала туам, PhD-ға тапсырам, келесі бала туам. Неткен қайсарлық. Мысалы, қазір кез келген Қазақстандағы докторлық бағдарламаны алып қарасаңыздар да, ол шетелдегі бағдарламалардан жалпы мазмұны бойынша ешқандай да кем емес. Ғылыми жетекші мен оның докторанты болмаса магистранты екеуінің сөзі бір жерде шығып не зерттейтінін түсінсе екеуі бірге, онда алынбайтын қамал жоқ. Қазір жеңілдеу. Біздің заманмен салыстырғанда сол кезде айтатын маған, не танысың болу керек, не бір $10,000 болу керек деп айтатын. $10,000? Иә, солай айтатын. Егер сен ол қай жылдары сонда? 2013, 2014, 2015 қиын болды да түсу. Яғни парақорлық бәрібір болды деген сөз. Болу керек. Мен өзім, менен ешкім жеке сұраған жоқ. Өзіңізбен қатар оқыған докторанттардың барлығы өз күшімен түсті деп сенімді айта аласыз? Иә, ол кезде солай болды. Кеңестік жүйеден қалған мысалы қалыптасып кеткен ой, ол ғылыми жетекшінікі қашанда дұрыс, қарсы шығуға болмайды. Саған қандай тақырып берілді, сен соған келісіп, бәріне иә деп көніп, басыңды изеп жүре беруің керек. Жоғары оқу орындағы әдіснамалық кеңес, ғылыми кеңес, солардың жұмысы қазір докторанттарды қолдауға емес, өшіруге, демотивировать етуге бағытталған сияқты. Амансыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Ғылым Лайв подкасты. Қазіргі кезде әлеуметтік, тұрмыстық мәселелерге арналған телевизиялық бағдарламалар да, подкасттар да баршылық. Алайда Қазақстан ғылымына арналған, оның ішінде осы саладағы күрмеуі шешілмей жатқан келелі мәселелерді қозғайтын сапалы контент жоқтың қасы. Сондықтан да біз 4 ғылым докторы ақылдаса келе, көпшіліктің кәдесіне жарайтын осындай подкаст ашуды жөн санадық. Енді өзімізді таныстыра кететін болсақ, менің аты жөнім Әсел Хамза, университетте ассистент профессор қызметін атқарамын. Менің есімім Кенебаева Айнұр Сейтбатталқызы. Мен қазіргі таңда Солтүстік Кипр университеттерінің бірінде Research Fellow және өзіміздің отандық университетте де осы позицияда жұмыс істеп жатқан жайым бар. Менің аты жөнім Ақбаян Бекаштанқызы. Мен еліміздегі университеттердің бірінде қауымдастырылған профессор қызметін атқарамын. Айсұлу Молдабек, әлеуметтанушы, институтта жетекші ғалым болып жұмыс жасаймын. Біздің подкасттың негізгі мақсаттарының бірі қоғамдағы түрлі ақпаратқа, әлеуметтік мәселелерге, тіпті экономикалық түрлі саладағы мәселелерге ғылыми верификация жасау. Себебі біз ақ-қарасын ажыратпай, кейде бар нәрсеге сене береміз. Алайда ғылымда оның жауабы қандай, ғылымда оның шешімі қандай, соған біз ұсыныстар айтатын боламыз. Докторантураны қай жерде оқыдыңыз және оған түсу қаншалықты транспарентті болды? Мен өз басым докторантура бағдарламасын еліміздің университеттерінің бірінде тәмамдап оқып бітірдім. Ол 2011 және 2014 жылдар аралығы еді. Яғни ол ғылым саласындағы бір өтпелі кезеңдер екендігі бәрімізге де ақиқат. Яғни бізге жас ғалымдарға сол кездегі жаңадан шығып жатқан талаптарға кәдімгідей бір бейімделу қажет болды, және тез арада. Оның үстіне мына жергілікті мектептер ондай өзгерістерге ол кезде дайын болмады. Яғни оқытушы профессорлық құрамның өзі, яғни ол кісілердің даярлығы, мына жаңадан шығып жатқан талаптарға деген мысалы көзқарастары, яғни жаңадан өсіп келе жатқан буынның көзқарасы дегендей, сол мәселелерде кәдімгідей қайшылықтар болды. Грантқа ешқандай тамыр таныссыз өз күшіңізбен түсе алдым деп айта аласыз ба? Барлық жүйе сондай болды ма? Түсу барысында ол транспарентті болды. Ол жердегі ең басты рөл ойнаған мәселе ағылшын тілін болу мәселесі еді. Егер де сізде сол кезде IELTS болатын болса, сіз бірден жаңағындай 100 балл ретінде оны қабылдап, комиссиядан алғашқы бір сатысынан бірден өтетін едіңіз. Ол жағында сондай өзгерістер енгізілген еді. Өзіңізбен қатар оқыған докторанттардың барлығы өз күшімен түсті деп сенімді айта аласыз? Иә, ол кезде солай болды. Жақсы, рахмет. Ақбаян, сіздің жағдайыңызда қандай болды? Менің жағдайымда мен докторантураға грантқа 2 рет түскен адаммын. Біз Қазақстанда 2 жағдайда да өте әділетті болды деп айта аламын мен. Бірінші рет өзімнің
альма матерім КВТУ-ға түстім докторантурасына. Ол кезде біз 3 ақ орын бөлінген болатын. Жаңағы Айнұр айтқандай менде IELTS тестім болды да, содан жаңағы негізгі бағыт бойынша кітапханадан неше 10 ба 20 ма кітаптың бәрін әкеліп түгел оқып, сұрақтар сол жақтан келді. Жаңағыдай сұрақтардың тізім береді ғой. Енді ол оқуымнан бір белгілі бір себептерге қатысты шығып қалғаннан кейін осы 2020 жылы мен қайтадан тапсырдым. Еліміздегі үлкен университеттерінің біріне. Ол жерде мен қалыптасқан маман болғандықтан, мен ол сұрақтарға аса қатты қиналмай жауап бердім. Ол жерде де мені ағылшыным құтқарып кеткен. Яғни ағылшын тілін білу деңгейі әрқашанда құнды болған, және докторантураға түсуге көмектескен бірден бір құрал болды. Бірден бір құрал, өйткені ағылшыннан сертификаттарым маған ылғи 100-ден 100 балл алып беріп отыратын. Керемет, нәтиже. Менің жағдайымда 100-ден 100 балл шешуші рөл ойнаған жоқ. Себебі грант өте аз болатын ол жылдары. Әлеуметтану ғой сіздікі? Жоқ, мен экономикаға тапсырдым. Сондықтан мүмкін мамандыққа байланысты ма, сұраныс өте жоғары болды. Бәсекелестік, иә? 20-30 орын, сөйтіп 5 жылда түстім. 5 жылдан кейін түстім. Ағылшыннан өтем, мамандыққа келген кезде 0,5, 0,3 балл жеткізбей қояды. Сонда сіз 5 жыл бойы PhD-ға тапсырып жүрдім. Бір бала туам, PhD-ға тапсырам, келесі бала туам. Неткен қайсарлық, жанкештілік десеңізші. Себебі мен Мәскеу мемлекеттік университетін аяқтап келгеннен кейін мен докторантура оқимын деп шешім қабылдадым. Себебі көп ұсыныс болды бизнеске, коммерцияға, мемлекеттік қызметке. Алайда мен ғылыммен айналысам деген алдында сондай мақсат болды да. 5 жыл тапсырып, 5 жылда түстім. Ол кезде грант аз еді. Қазір грант өте көп, түсушілер аз. Солай ма? Қазір сондай түсуге, енді ол да мамандыққа қарай шығар, бірақ қазір жеңілдеу. Біздің заманмен салыстырғанда сол кезде айтатын маған, не танысың болу керек, не бір $10,000 болу керек деп айтатын. $10,000? Иә, солай айтатын. Егер сен ол қай жылдары сонда? 2013, 2014, 2015. Қиын болды да түсу. Яғни парақорлық бәрібір болды деген сөз, болу керек. Мен өзім, менен ешкім жеке сұраған жоқ. Алайда мен сол 5 жыл бойы түсе алмай жүрдім да, 5-ші жылы қосымша грант кеп, онда да Құдайдың бұйыртуымен түсіп кеттім да. Бір комиссияның шешімімен түскен жоқпын. Өз бетіңізбен, өз күшіңізбен. Иә, анау қазір целевой көп, институттың барлық целевой береді. Мен целевоймен де түскен жоқпын. Мақсатты грантты айтып отырсыз. Иә, ондаймен де түскен жоқпын. Прям әділ бәсекемен сондай және қосымша грантпен түстім. Міне, Айсұлу сияқты ханымдардан үлгі алу керек. Менің ойымша 5 жыл бойы қатарынан құжат тапсырып, сол құжаттардың бәрін жинап, емтихан тапсырып, ақыры өз мақсатыңызға жетіп отырсыз. Енді шетелдегі тәжірибе қалай деген сұраққа келетін болсақ, мен өзім 2 рет болашақ халықаралық стипендиясын иегері атанып, докторантураны Шотландияның Глазго университетінен оқыдым. 2017 жылы түсіп, 2021 жылы аяқтап келдім. Сол кезде ол жерге түсудің ерекшелігі, ағылшын тілі енді өз алдына research proposal дегенді жазамыз, сол бойынша жаңағы сұхбат бар онлайн, сол жазатын research proposalыңыз бойынша ғылыми жетекші тауып, сол арқылы түсу, яғни ол жерде ондай коррупция деген нәрсе атымен жоқ, толығымен транспарентті жүйе. Менде де ой болды, одан да шетелге тапсырмайын ба деген. Сол кетіп қалуға аз қалды, солай тек жаңа отбасылық жағдайға байланысты тапсырмадым да. Әйтпесе көп айтты, сен Қазақстанға түскенше көп замандасымыз сіздер сияқты шетелге түсіп кетті ғой сол кездері. Соны кейде жүріп өткен жолыма қарап, неғып мен кейде шетелде оқымадым деп ойлап қоямын кейде. Өкініш бар, бірақ постдокқа тапсырсаңыз бітіріп келген соң мен қайта болашақ тапсырамайтын едім да. Отработкасы бар, несі бар дегенде. Қазір ережесі өзгерген, иә, сонда? Әлі де кеш емес, біз постдокқа, тағы басқа грантқа кетіп қалуымыз мүмкін. Құдай қаласа дейсіз. Енді шетел мен Қазақстан докторантурасының айырмашылығын тағы да қозғасақ, мысалы, біз шетелде оқыған кезде жарты жыл сайын бізден тек қана есеп алып отыратын, бір жылда жаңағы қай чаптерін жазып бітірдіңіз деген сияқты. Және қорғаған кезде де біз мысалы оп-оңай қорғадық, жұмысыңыз дайын болса болды. Енді мен осы жерде докторант әріптестерімнен көп естимін, бұл Қазақстанда докторантураға түсудің өзі қиын, ал оқу, жаңа қорға, оның ішінде бюрократия
бакалавриатте оқу процесі кезіндегі ол бір қияметтің қайымы деп жатады сол кезде. Яғни құжат, есеп, формализмге әбден жатып алған университет бұл сонда қағаз үшін ғылымға айналдырып жібергендей. Сол жөнінде мысалы не айтасыз, сіздің тәжірибеңізде қалай болды? Бюрократия басым болды ма, Айнұр? Жалпы түсу барысында менің процесім яғни транспарентті болғанымен менің жалпы мәселелерім, қиындықтарым олар оқуға түскеннен кейін басталды. Ең бірінші мәселе докторантура бағдарламасы сапалық тұрғыдан нарықтың қажеттілігіне сай болмады. Қазір өздеріңіз білесіздер, бағдарламаларды жан-жақты қарастырады, нарық талабына сәйкес 30%-ын жаңартып отырады. Яғни ол бүгінгі күннің талабы, ал менің кезеңімде ондай жағдай болмады. Енді шындығын айту қажет. Біздің оқыған жалпы бағдарламамыз, яғни негізгі пәндеріміз бар, өзіміздің бағыт бойынша оқытылатын пәндер бар. Оның барлығы мына бакалавриат деңгейіндегі бағдарлама деп айтсам, артық айтқандық болмайды. Яғни сол кездегі шындық сондай болды. Мен өзім шетелден бітіріп оқып келгеннен кейін жаңағындай бағдарламаны көргенде, әрине менде жалпы мен ғалым болам деген романтикадан былайша айтқанда бас тартқандай болдым деп айтсам болады. Яғни салым суға кеткен кездерде болды. Және мынандай мәселені де айта кету керек. Оқытушы профессорлық құрам сол кездегі жаңадан талап етілген негізгі сапалық көрсеткіштерге олар дайын болмады. Яғни мысалы бізді жетелеп нақты қандай мақала шығару қажет, шетелдік журналдарға мақала шығару деген докторанттарға қойылған сол кездегі талап болды ғой. Яғни сол бағытта нақты бір кеңес беретіндей, яғни оған өресі жетпеді, шын айту керек. Енді ол сол кездегі дәстүрлі мектепте жұмыс істеп жүрген профессорлық құрамның да кінәсі емес, өйткені олардың мектебі басқа болды. Яғни кеңестік кезеңдегі сондай дәстүрлі былайша айтқанда подходтармен жұмыс істеп жатты. Ал бізден министрлік тіпті басқа деңгейді талап етті де, сол үшін бізде жаңағындай қайшылықтар болды. Реформаның басындағы сол өтпелі кезеңдегі негізгі қиындықтар. Одан кейінгі мәселе қазір бірақ алайда жақсы академиялық жазылым әдіснаманы күшейткен мына бағдарлама. Мысалы қазір кез келген Қазақстандағы докторлық бағдарламаны алып қарасаңыздар да, ол шетелдегі бағдарламалардан жалпы мазмұны бойынша ешқандай да кем емес. Себебі міндетті негізгі компонент ретінде оқытылатын жаңағы зерттеу әдістемесі, зерттеудің әдістері деген секілді пәндер қосылды. Және оны нақты бере алатында бізде мамандар бар қазіргі таңда. Олар себебі өздері мақала шығарып көрді, жоғары санаттағы журналдарға өздерінің жариялымдарын шығарды жарыққа. Сол арқылы олар да өз білімдерімен бөлісе алады. Ал дәстүрлі мектепте өкінішке орай сол жаңалықтарға ілесіп кететіндей ол кезде дайындық болмады. Ол кезде де профессураның өзі үйреніп жүрді менің білгенімде. Өйткені менің ағайым ылғи айтып жүретін, анау жаңағы Скопусқа индекстейтін мақала шығарып үйреніп алыпты деп. Ол кісілер үйреткеннен бұрын өздері үйренумен болды ол кезде. Айсұлу, сіздің жағдайыңызда бюрократия көп болды ма? Мысалы, қағаз бастылық, көп форма толтыру, ары-бері жүгірту. Енді аттестация ондай көп қой, бірақ мен әлі де таңғалатыным, қазір де бар, бұрында болған жоғары оқу орындағы әдіснамалық кеңес, ғылыми кеңес, солардың жұмысы қазір докторанттарды қолдауға емес, өшіруге, демотивировать етуге бағытталған сияқты. Себебі мысалы тақырып таңдағанда да тым тар тақырып таңдасаң өткізбейді, мүлдем өткізбейді. Ондай тақырып Қазақстанда шетелде керісінше тым тар болған сайын соғұрлым сіз нақты ғылыммен айналысасыз. Бізде айтады, бұл магистр деңгейі немесе диссертацияның деңгейі емес дейді да. Сөйтіп диссертацияның тақырыбын бекіту деп қиындық басталады. Сөйтіп біздің докторанттарды келгеннен оны концепция, стратегия жасауға, бүкіл мынау министрліктің жұмысын жасауға міндеттеп тастаймыз ғой. Себебі мысалы жоғары оқу орындағы немесе басқа кеңестер оны жібермейді ары қарай, оны бекіткізбейді. Енді оған мысалы кішкене уақыт керек шығар. Сол үшін мен айтарым, мысалы мен өзім кезімде де әр кеңес, әдіснамалық кеңес соғыс болып өтетін.
Мен мысалы Science Direct'тен, Web of Science Scopus'тан сол узкий тақырыпқа жаңағы 10 мақала, 20 мақала шығарып апарам да, сөйтіп алдарына берем. Міне мынандай бар, мынандай бар, мынандай бар деймін. Сөйтіп соның бәрін дәлелдеп болғаннан кейін барып келіседі да. Оған дейін келіспейді. Яғни Сол үшін- әрбір осындай жиналыс сізде күреспен өтті. Иә. О қазіргі докторанттарға да айтам, жетекшіңіз берген тақырыпты алмаңыз. Сізге кеңес беретін тақырыпты да алмаңыз. Өзіңіздің жаныңыздан, жүрегіңізден шыққан тақырыпты алыңыз, иә. Сонда сіз 3 жыл шынайы жұмыс жасайсыз. Мен Сосын беріліп- бір практикамен байланысы бар тақырыпты алыңыз. Сосын оны дәлелдеуден қорықпаңыз. Мысалы, Science Direct базасын ашыңыз да, мақалаңыз бойынша, сол кілт сөзіңіз бойынша 50 мақаланы көшіріп алыңыз да, соның бәрін шығарып былай барыңыз. Мен кеңесім. Сөйтіп әрқайсысын, мысалы, тақырыбыңыз бойынша 10 теория білсеңіз, 10 әдіс білсеңіз, мысалы, 10 соңғы зерттеудің нәтижесін білсеңіз, кез келген кеңесті жайпап тастайсыз. Сол иә. бізде сол қателік содан. Мен жақсы балаларды білем, әкімшілік қызметте істейді, бизнесте істейді, практиканы біліп тұр, жанып тұр. Бірақ анау академияға келгенде бүкіл Қазақстанның бір стратегиясын, концепциясын, бір медианың бүкіл мазмұнын талғау, сондай бір тақырып бергенде, олардың ана жалыны өшіп қалады. Сөйтеді тағына кетіп қалады, кейбіреулер бас тартады, или бір формально тастап әйтеуір кетеді бітіріп шығады. докторантураны, қорғамайды. Біз келген докторанттарға бір өзінің ана профайлында бар нәрсеге байланыстырып, узкий тақырып берсек, бірақ зерттеу сұрағын беріп, соған мүмкін біздің қыздар болып, кеңес болып, мүмкін болашағы ұсыныс жасаймыз диссертация тақырыптарына қатысты. Иә, тым ауқымды алып алады, соның әр нәрсенің басын шалып, тақырыпты дұрыс аша алмайды көп диссертациялар қазіргі кезде. Келісесіз ғой? Жекеленген орындарда байқалатын мәселе сияқты бұл айтылып отырған нәрсе. Өйткені біздің саламызда бізге мысалы үшін магистрант болмаса докторант өз тақырыбымен келсе, біз айтамыз. Иә, сіздің салаңызды айтып өтіңіз, ақпараттық технологиялар. IT саласында мүмкін біздің жүрген жерде солай қалыптасқанда, маған студентім келді, мысалы үшін мен ресурстарды әділетті бөлу алгоритмдерін қарайтын едім деді. Жарайды, қараңыз, тақырыбыңызды әдемілеп таңдап алып келіңіз. Қазір мысалы үшін мен бір магистрантым сол уақытта жұмыс жасап жатыр. Болмаса тағы да докторантым келді маған, мен сол 3D графикада пайдаланудың әдістерін қарайын деп едім. Осы машиналық оқыту әдістерін. Иә, қараңыз, біздің салада ондай мәселе жоқ менің білуімше. Тақырып бекітуде кішкене қиындық болады, докторантымен мәселе болды. Біздерге айтып, мынаған сен математикалық модельді қалай құрастырасың, болмаса тағы да жаңағыдай сондай спецификалық кедергілер болды, бірақ біз оны дәлелдеп шықтық та. Мен ойлаймын, бұл жерде жалпы ғылымға қатысты ғылыми жетекші шамасы келгенше әлеуетті болу керек. Сен өзіңнің докторантыңды қорғай алатындай, оның сөзін сөйлеп тақырыбында қала алатындай ғылыми жетекшінің әлеуеті болу керек. Мына жердегі позиция, егер ғылыми жетекші мен оның докторанты болмаса магистранты екеуінің сөзі бір жерде шығып не зерттейтінін түсінсе екеуі бірге, онда алынбайтын қамал жоқ. Менің ойымда сондай. Сөзіңіздің жаны бар. Негізі ойлап қарасам, бұл біздің санамызда екен. Кеңестік жүйеден қалған мысалы қалыптасып кеткен ой, ол ғылыми жетекшінікі қашанда дұрыс, қарсы шығуға болмайды. Саған қандай тақырып берілді, сен соған келісіп, бәріне иә деп көніп, басыңды изеп жүре беруің керек, ал өзіңдікін дәлелдеу, мүмкін альтернативті көзқарас ұсыну, балама пікір деген нәрсеге дайын емес сияқты біздің ғылым жүйесі. Енді қараңыздар, формализм дегеннен шығатын нәрсе Қазақстанда докторантураны оқып болады, бірақ қорғауға жетпей қалады. Неге? Өйткені Scopus базасына енетін халықаралық журналда бірде-бір мақаласы жоқ. Ал оны білесіздер, әрбір Scopus мақаласы ол кем дегенде 1-1,5 жыл уақыт алады. Енді мысалы мен Глазго университетінде оқығанда менің бірде-бір Scopus базасындағы мақалам болған жоқ. Менде ондай талап та болған жоқ. Мен тек барлық фокусым диссертацияда болды. Мен
соны жазып шықтым, қорғадым. Алғашқы мақалам тек осы жерге оралып университетке орналасқаннан кейін 1 жылдан кейін ғана жарыққа шықты. Сонда қалай ойлайсыздар жалпы, Айнұр, осындай Scopus мақала базасындағы 1 мақала, 2 мақала болу талабы қаншалықты орынды және қажет пе? Ол біздің докторанттардың жолын бөгеп жатқан жоқ па? Жалпы енді шетелдік тәжірибеде, егер де әлемдік кеңістікті біз қарастыратын болсақ, академиялық кеңістікте мақала шығару бір көрсеткіші, ол оқуыңды тәмамдап, одан кейін сен бір мансаптық жолға түскенде талап етілетін негізгі көрсеткіш болып есептеледі. Яғни ол мына бәсекелі ортада, академиялық ортада ғалымның өзіне байланысты. Яғни егер де сіз нақты бір ойы бар, пікірі бар, қолтаңбасы қалыптасқан ғалым болып есептелгіңіз келсе, сіз ешкім сізден талап етпейді, сол мақалаларды шығарасыз. Ал бізде енді өкінішке орай екі процесті тым күрделендіріп, екі бөлек нәрсені араластырып жіберген бір сондай тенденция бар. Менің ойымша, ол докторанттардың шын мәнінде де қол байлау болып есептеледі. Ол менің енді жеке пікірім. Себебіне қарай үңілетін болсақ, мысалы, тағы да сол біздің дәстүрлі мектептердің мәселесін осы жерде айтып өту қажет. Бізде докторанттардың жалпы әлеуеті, потенциалы дейміз ғой, дұрыс пайдаланылмады ол кезеңдерде. Яғни докторант, мысалы, шетелдегідей таза өзінің бір зерттеуінің аясында ой қорытып, толғанып, әр нәрсені іздеп, екшеп, толғап, саралап бір зерттеу жазып жүрмейді. Бізде сонымен қатар, мысалы, жалпы ол менің нақты өз тәжірибемде болды. Университет қабырғасында оқыған кезде сіз өзіңізді оқытатын бағдарламаның кешендерін өзіңіз жазып жүрдіңіз. Ал шетелде, шетелдік жалпы институттарда, мектептерде, ғылыми ортада ондай жағдайлар мүлдем кездеспейді деп айтсам болады. Ал бізде осындай талаптардың барлығы, яғни мысалы оқытушының негізгі жұмыстарын сіз докторант ретінде орындаған кезде, сіз біріншіден әрине уақытыңызды жоғалтасыз, өзіңізге ешқандай қатысы жоқ басқа да мысалы жұмыстармен айналысасыз. Сіз мүлдем ғылымға жұмсауға қажетті болатын бүкіл энергияңызды, ықыласыңызды, күш қуатыңызды, еңбегіңізді басқа бір қажет емес істерге жұмсап жүресіз. Оның барлығы да сол негізгі жаңағы көрсеткіштерді алып шығатындай жағдайға жететін докторантты тежейді. Сол үшін әрине қазіргі таңда, бірақ ол бізде жаңағындай ғылыми жариялымдарын уақытылы шығарған докторанттар жоқ деген сөз емес. Бізде талантты жастар өте көп, бірақ алғашқы сол өтпелі кезеңдерде аяқтан шалатын осындай барьерлар, яғни қосымша бір жұмыстар, талаптар, мысалы кафедра тарапынан олардың болғандығы шындық. Менің пікірімше, жалпы өйтіп журналдарға жарияланым талап ету негізінде дұрыс. Дұрыс деп ойлайсыз. Өйткені ол болашақ ғалым, ол со бастан қалыптасу керек. Ал шетелдегі тәжірибеге ілесеміз деп жатамыз. Ол жерде мысалы басқа, сонда қалай ол? Сіздің жағдайыңыз ол жеке жағдай, да? Жоқ, Ұлыбритания, Европа, ақш елдерін айтып жатырмын. Менің әріптестерім бар, мысалы үшін Қытайда, болмаса жаңағы Қытайдың институттарында жұмыс жасап жатқан әріптестерім бар, Жапониядан қорғап келген әріптестеріміз бар. Яғни Азия елдері. Жапониядан қорғап келгенге шейін ол әріптесіміздің 5 Scopus мақаласы болған. Сосын қазір қытайлық әріптестерім бар, олар мысалы үшін қорғауға жіберместен бұрын міндетті түрде ол адамның мақаласы шығып тұру керек. Жаңағыдай Азиялық университетте, яғни талап бар біздікінде деген сөз. Бір себебі сіздің мысалы Ұлыбритания, Батыста, Америкада кім барады докторантураға? Сол ғылымға қызыққан, профайлы бар, ғылымға бейімделген адам барады да. Ал біздің елдерде ол ғылымға егер де біз аптастасақ, бізге оны кәдімгі DBA, MBA сияқты деңгей көреді да, бізде сөйтіп екінің бірі түсіп ала береді. Сол үшін біздің менталитетті ескеріп, бізде
қатал Қытайдікіндей талап керек деп ойлаймын. Сіз қолдайсыз Қолдаймын. Сіздің айтпағыңыз Себебі қазір жігіс мына гуманитарлық салаларда онсыз да алып тастады Скопусты. Қазір Скопуссыз тарих, филология қорғауға болады. Жеңілдеткен, мысалы сондай салаларға, ал басқа салаларда ол бар. Мен қолдаймын. Айсұлу, сөзіңіз аузын сонда бұл мақалалар негізінде бізде менталитетті жеңу құралы ретінде Жоқ, менталитет қана емес, ғылымға түсетін адамдар хард жұмыс істеу керек қой, қатаң жұмыс істеу Яғни керек. сіз сияқты жанкештілікке бару керек деген сөз ғой. Жанкешті болмай ма, түспей ақ қойсын, түспесін. Әлбетте, Бізде қазір көп грант игереміз деп біз өзіміз тартып оқытып жатырық. Бірақ ол дұрыс емес. Мен оптимальный сан грант қалдыру керек деп ойлаймын. Сонда грант көп беру керек ғылыми емес. мақала болсын дейсіз. Қанша ғылыми мақаласы болу керек? Жергілікті журналдарды санамағанда. Жоқ, қазір талап бір Скопус, 3 какасон ғой, немесе мықты журнал болса, бір Скопус қана болады. Қазіргі талапты мен қолдаймын, бірақ жаңағы магистратура кезінен әдіснама, жаңағы аналитикалық құралдар, соның барлығын магистратура кезінде беру керек. Шетелде береді ғой, даже бакалавр деңгейінде эсселерді жазғанда академиялық стильмен жазады. Сақталады оның бәрі. Соны күшейту керекпіз да біз. Сол көзден таныс адам, ол жаңағы докторантураға дайын болып барады да, кішкене. Әйтпесе, мына докторантураның бір ғана семестріндегі сабақта мен толық методологияны, солай келеді көбі. Мен осы бір семестрде бүкіл методологияны бәрін маған үйренем деп. Ол мүмкін емес нәрсе. Ол PhD-ға адам өзі дайындықпен келу керек. Ұлыбритания, ақш университеттерінде PhD by publication деген. Яғни сіздің ғылыми жарияланымдарыңыздың негізінде диссертациялық жұмысты қабылдап, яғни қорғау процесі ол жерде жүрмейді. Бірақ сіздің сол портфолиоңыздың, шығарған мақалаларыңыздың портфолиосының негізінде сізге ғылыми дәреже береді. Яғни сондай бағдарламалар бар. Қазақстанда да қазіргі таңда мына ең соңғы өзгерістерге байланысты ол да қарастырылған. Яғни біз заман талабына сай дұрыс қадамдар жасап жатырмыз. Бірақ бұл жердегі бір өте мынандай нәзік мәселе, жаңағындай мықты талаптарды қойған әлбетте қоюға болады. Ондай талаптарды ғалымдар орындап та жатыр, яғни орындау мүмкін емес деген сөз емес, бірақ ол үшін оқытатын ғылыми мектептер соған дайын болу қажет. Яғни ол жерде барлық техникалық, бүкіл әлеует тұрғысынан алғандағы барлық ресурстармен қамтылу қажет, және сапалық тұрғыдан ол мектеп дайын болу керек. Жақсы, сөздеріңіздің жаны бар, келісуге болады, енді соны құзырлы органдар назарға алса екен деп сенеміз. Енді докторантура мысалы оқып бітірдіңіз, қорғау процесі енді өз алдына бір төбе шығар. Өйткені естіп жатамыз, диссертациялық кеңес жабылып қалды дейді. Мен қорғауым кейінге шегерілді, бір жылға жабылып қалса, сіз қорғай алмай, соны келесі жылды неліктен сіз күтіп жүруіңіз керек? Мысалы, мен оны бүйтіп ойлап отырмын да, ол ақылға сыймайтын нәрсе. Мысалы, шетелде сіз тек қана шетелдік басқа университеттің экзаменаторын іздейсіз, табасыз, және 3 ай бұрын сіз диссертацияңызды жібересіз, ол оқиды және өз бағасын береді және қорғауға келесіз. Болды. Сонымен мәселенің бәрі шешілді. Неге бізде соншама бәрі бюрократияланған, Айсұлу? Мен сол предзащита өтіп болдым. Бүкіл жаңағы зерттеуім нәтижесін көрсетіп, дәлелдеп шықсам, ертесіне айтады, реформалар ғой, енді сол бүкіл Қазақстандағы диссоветтер жабылып, жаңа талапқа қайтадан ашылу керек. Олар неге жабылады, мен соны түсінбей отырмын. Жаңа талап шықты ғой, жаңа талап бойынша, әр вузда сол грант болу керек та, грантта оқитын сол мамандықта докторанттар болу керек. Енді көп өзінің талабы бар диссовет ашудың. Сол кезде мен оқуым бітірген жер жаңағы сол мамандық бойынша диссертациялық кеңес бір 6-7 айдан кейін ашылды да. Сөйтіп мен бір жыл күттім, бір жыл күтіп барсам, маған қайтадан восстановиться етіп, қайтадан восстановление барлығын қайта жасап, ана диссертациялық жұмысымдағы статистиканы қайтып обновить етіп, сөйтіп қанша жұмыс, ол сізді қанша әуре сарсаңға түсіретін нәрсе емес пе? Ол менің кезеңімде ғана деп ойлаймын, бірақ қазірде кейбір оқу орнында диссертациялық кеңестер кейде сапасыз жұмыс істесе жабылады. Ол да сондай бар. Яғни басқа университеттің диссертациялық кеңесі.
ол жақтан мамандығыңызға сай табу керек. А Ол жоқ. табылмаса ше сонда Онда сіз күтесіз. шетелден іздейсіз бе, не Иә. істейсіз сонда? Білмеймін, мен күттім сол бір жылдай Бұл кәдімгі бір тығырық. мен қайта сол кезде үшінші балам босанып алдым, қорғағаннан кейін Қызықсыз. төртінші балам босанып алдым. Бәріне де үлгердім дейсіз ғой, Иә. диссертацияны да қорғап. Мен айттым, жоқ па совет жарайды дедім деп. Енді амал жоқ қой, біз енді осы жүйеде қорғағаннан кейін жүйеге көнеміз ғой. Бейімделу керек. Иә, менің иә. енді шетелде қалай екенін білмеймін. Біздің елде PhD қорғау адамды ең алдымен төзімге үйретеді. Ойбой, барлық Өйткені елде жаңағы сондай ғой. ғалым хатшының алдына келген кезде, қорғау барысына дайындалған кезде асығып жаның шығып баратса да, сол кісіні күтесіз. Мен бір жаққа барамын, жоқ, мен ешқайда асықпаймын. Мен осы жерде 2 сағат күт десеңіз тұрып күтем деу керек. Өйткені өйтіп аспанға шапшып неткеннен не таппайсың. Өзіңді жеңіп, төзіміңді жеңіп, біздегі қорғау барса адамды төзімділікке үйретеді. Яғни сол жүйеге көндігесіз, амалсыз, Енді қайтесіз. талаптарын орындайсыз. Айға ұшып кете алмаймыз ғой. Айнұр, сіз ше? Жалпы шетелде мына ғылыми дәрежелерді, ғылыми атақтарды беру мәселесі ол университеттердің жеке мәселесі. Бізде ол мына министрлік тарапынан жалпы басқарылады. Былайша айтқанда, сіз белгілі бір университеттегі мына диссертациялық кеңестерге, жаңа біздің әріптестеріміз Айсұлу айтып отырғандай, сіз кәдімгідей тәуелдісіз. Мысалы, менің жағдайымда сол 2011-14 жылдар аралығы ғой. Менің университетімде, мен Астаналық университетті айтып отырмын, сол кездегі диссертациялық кеңес менің бағытым бойынша мүлдем болмады. Сол себепті мен жалпы Қазақстан Республикасындағы диссертациялық кеңестерден нақты менің мамандығым қай жерде бар, сол жерге барып қорғауға мен мәжбүр болдым. Ал шетел практикасында докторант ондай нәрселермен басын ауыртпайды. Ауыртпайды ол жерде. Сізде нақты сол өзіңіздің мектебіңіздің аясында қорғайсыз. Сіздің жұмысыңызды жалпы пропозал деңгейінде олар қарастырады. Осы мамандықтар оларға сай ма? Ол мамандық бойынша оқытатын, ғылыми жетекші болатын жалпы кадр бар ма деген мәселелер әуел бастан қарастырылып қояды. Ал бізде Қазақстанда кішкене жаңағыдай мәселенің барлығы түсіп алғаннан кейін кейін басталады. шешіледі. Кейін шешіледі ол мәселелер. Бұл да Бізде әрине де ұлттық универлер өзі бере алады дипломда, өз кеңесінде талқылап, бірақ какасон тексереді. Бізде де барлық вузға ондай тәуелсіздік бере алмаймыз деп ойлаймын. әрине ол Сіз жүйені жақтаушы сияқты Жоқ, отырсыз ғой. жақтаушы болғанда жүйе амалсыздан ережелер шығарғанда, негізінде Қазақстан жағдайына керек ережелерді, себебі әр вузда PhD диплом бере беретін болса, айтып отырмын ғой, ол DBA деңгейіне түсіп кетеді, коммерциялық жобаға айналып кетеді. Себебі бізде PhD-ді барлығы емес, енді біраз адамдар мына несіне жазылатын дәреже деп ойлайды ғой. Дипломға Жоқ, өтірік емес қой, кезінде қаншама кандидаттық докторлықтар әкімдер қорғады, иә. Әлі де сондай кішкене қалай менталитет оқып бар. үлгерді, бәрін ана жерден доктор, мына жерден MBA қорғап алған, бәрі 3-4 жылдың Сол үшін ішінде. біздің жағдайда бізге сол орталықтандырылған қатал жүйе қазір керек деп ойлаймын. әр нәрсенің мысалы жақсы жағы мен бір күрделі бір тұстары болады ғой. Бұл жерде мына мәселені ескеру керек. Яғни егер де сіз бір нақты диссертациялық кеңеске мысалы байлаулы болдыңыз деген мәселені біз қарастырып отырмыз ғой. Оның қандай бір салдары болуы мүмкін? Мысалы үшін мен айтайын, тағы да мен сол өз басымда болған сол кезеңдегі жағдайдағы бір оқиғаны айтқым келіп отыр осы орайда. Ол мынандай мәселе. Яғни екі түрлі университеттегі, яғни екі түрлі қаладағы ғылыми мектептердің арасындағы қайшылық. Мысал үшін, менің сол кездегі жалпы PhD бағдарламам ол туризм бағытындағы пәнаралық ғылыми зерттеулер болатын. Енді мен Астана университетінен осы Алматының университетіне жаңағы келуге мәжбүр болдым дедім ғой, диссертациялық кеңес болмағандықтан. Ол жердегі ғылыми мектеп мына туризм жалпы мәселесін бизнес тұрғысынан емес, пәнаралық тұрғыдан емес, яғни жаратылыстану ғылымдарына жақын көзқараспен, ғылыми көзқараспен, және геодезия, картография деген сияқты мәселе тұрғысынан қарастыратын болды.
сонда мен қорғау барысында жалпы сол жерде отырған комиссиялардың да құрамынан байқадым, тіпті менің мысалы салама ешқандай да бір қатысы жоқ, тіпті жанама түрде де қатысы жоқ, жалпы экономика деген сияқты, мысалы гидрология саласынан маман отырды, профессор отырды. Яғни Енді ол мүлдем кезде сәйкес ғой, емес. қазір ол Ол шешіліп сол қойған кезең, ол мен мәселелер, сол кезеңді де айтып отырмын. Ал қазіргі таңда, мысалы қазіргі таңдағы ғылыми мектептер ол процесске дайын. Себебі қазір мен өзімде диссертациялық кеңестің негізгі құрамында мен 2 жылдай уақыт осы отандық университеттердің біреуінде комиссия мүшесі болдым. Ол жерде біз тіпті ағылшын тіліндегі шетелдік форматпен жазылған, яғни құрылымы мүлдем бөлек диссертациялық жұмысты да қарадық. Және өзіміздің отандық дәстүрлі мектептің үлгісімен жазылған диссертациялық жұмысты да біз қарастырдық. Яғни ол жерде бір жаңағындай мәселелер туындамады. Тіпті оларды тексеретін нағыз комиссияның мүшелерін шетелден болсын, басқа жақтан болсын, таза докторанттың өзінің тікелей тақырыбына қатысты тұлғаларды яғни жан жақтан іздестіріп соған мүшелікке қостық. Яғни бұл деген сөз докторант жаңағындай бір сіздің тақырыбыңызды түсінбейтін бір критикаға ұшырамайды, керісінше конструктивті, нақты өзінің мәселесіне қатысты бір пікірлер ала алады қорғау барысында. Яғни ол сол айтып тұрмын ғой, сол өтпелі кезең мен қазіргі кезеңдегі сондай бір айырмашылықтар. Бірақ кезінде қиындық болғаны ол рас, ол ақиқат, жасырын емес. О заманда да, бұл заманда да сіз қандай ғалым хатшыға тап боласыз? Сіз яғни жекелеген негізінде бәрібір де әрқашанда жеке, менің жалпы байқап жүргенім, жалпы ғылымда ережелер бар да. Өйткені ережелердің өзі де ақыл қасиятын дүние негізінде алып қараса, егер адам аяқ астынан қиындық тудырмайтын болса, басқа адамдар, жаңағы сіз айтқандай басқа саладан адам әкеліп қоймай, ол адам жаңағы адал, арына салып, жан-жақта мамандарды іздеп әкелетін болса, әдетте қорғаушы адам қиналмау керек. Бізде мен мынандай тенденцияны байқаймын да, неғұрлым қиындатуға тырысады да. Мысалы үшін менің бір әріптестерім бар, жаңағы Скопусқа, Кубурге шыққан мақалалары бар да. Бірақ оған рұқсат бермейді да, сенің коксоның жоқ дейді. Қолдан жолын байлап отыр адамның да. Сосын ол адам қазір білесіз, соңғы 2 жылда коксонға мақала жариялау, Скопусқа жариялаудан да қиын болып кетті. Күтесіз, Мысалы үшін біздің бір магистрантымен берген мақаламыз бар, коксонға былтыр 1 жылдан асып кетті. Әлі жарияланған жоқ па сонда? Бізге келді, accepted деген хабар келді, қабылданды деген. Қанша уақыт күттіңіз сонда? 13-14 айға кетіп бараттыр. Біз қуандық, жаңағы бөркімізді аспанға атып, біздің мақаламыз қабылданды, деп ақшасын төлеуге дайын жүрміз. Қазір бар. Оның өзі ақылы дейсіз. Жаңағы ақылы оның өзі. Содан сөйтсек қабылданды дегеннен кейін тағы да бір қосымша не келіп тұр, жаңағы замечание дейді ғой. Ескертпелер. Сіз тағы да мынаны қосыңыз дейді да. Сонда ревью барысы қалай өткен оның да. Енді түсінемін, профридинг деп бір жерден бір коэффициенттің аты қалып қою мүмкін соң жағында, соныңды қос қайда деген сияқты. Бірақ үлкен бір мақаланың бөлігін талап етіп тұр да, әбден қабылдадық деп қойғаннан кейін кейінгі уақытта тексерген ғой, ол 13 ай бойы сіздің мақалаңыз тексермеген, соңғы уақытта тексерген, периодически жаңағыдай кезең-кезегімен нелер келіп отырған, жаңағыдай ескертпелер келіп отырған, біз түзету жіберіп отырғанбыз, енді ол алдыда тағы да қалды, тағы жарты жылға қалды да. Сосын жақында ғана мысалы үшін бір мақаламыз қабылданды, Кубур журналға, мысалы үшін ол 1 айдың ішінде қабылданды мақаланың сапасына қарай. Сондай сияқты қолдан жасалынатын қиындықтар болады, жаңағы айтып отқан. Мысалы үшін мақаласы бар, зерттеу тым жақсы адам жүреді, жаңағы айтады, сен 3 коксоныңды әкелмесең, біз сені қорғауға жібермейміз дейді жаңағы кісі. Бұл жерде менің білуімше, орталықтандырылған бақылау деп айтып отыр ғой Айсұлу ханым. Сол сияқты орталықтандырылған бақылаудың жетіспеушілігі мына жерде орын алатын сияқты. Өйткені жаңағыдай министрліктен жіберді ғой, жаңағы 2 Кубур мақалаң болса, екеу бір-бірімен байланысып тұрса, салаңды білсең, онда сен қорғай бересің. Бірақ біз аламыз да, мына жерде отырады ғалым хатшы,
сенің мүмкін түрің ұнамайды, мүмкін көзің ұнамайды, мүмкін ғалым хатшының ойынша ол жаңағы сол 3 коксон мақаламен өзін нетіп жаңағы өзіне қауіпсіздік жасап қояды да. Мен кездейсоқ адамды жіберген жоқ, міне оның жаңағы кубур мақалалары бар, коксонда бар деген сияқты да. Бұл жерде әрқашанда менің ойымша сол адами фактор рөл ойнайды. Иә, мен 2 скопуспен келгенде де мені қабылдамаған диссовет. Сосын олармен айтысудың қажеті жоқтығын түсіндім да, бірден өтінішпен Надандық қой, қалай ойлайсыз енді? өтінішпен бірден, енді мен ол жағын білмедім, бірақ өтінішпен бірден жаңағы Какасонға, министр Саясат Нұрбекке бірден хат жаздым. Сөйтіп 2 хат алып бардым, сонымен өтіп кеттім. Жаққа сіз наразылық білдіру арқылы ғана шешіліп отыр ғой мәселеңіз. Наразылық болғанда Наразылық анықтауға болғанда, сұраныс бердім, 2 мақалам сай келе ме, келмей ме өтінішке жаздым деп айтып отырсыз. Қазір өтініш үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Яғни бәлкім сіз сол кезде өтінішке осылай өзіңіздің наразылығыңызды білдірмегендігіңізде Онда тағы бір 5-6 ай жүретін ем ғой. тағы да салбырап салпақтап жүресіз артынан. Әйтпесе 2 мақала шығып қойған мысалы да, сол Көрдіңіз бе, бәрі сол формализм, бюрократияға келіп тіреледі. Айтпағым, өтініш расында да керемет дүние. Иә, өйткені менің де жеке басымнан өтті. Бізде жаңа ковидтің кезіне түсіп қалды менің ғылыми тағылымдама өтуім. Сосын мен оны локалды түрде еліміздегі институттардың бірінде өттік. Әрине бізде тегін өтпейсің, ол жерге жаңағы 300 мың теңге ақша төлеп өттім да. Өттім. Оны жаңағыдай ережесіндегідей уақытын толықтырып өттім. Одан келесі жылы келді да, енді келесі жылы шектеудің барлығын алып тастады ғой ковидке байланысты. Мен айтам, менің өткен ғылыми тағылымдамам бар десем, айтады, жаңағы докторантура бөлімі айтады, ол жарамайды дейді. Сіз шетелге барып келуіңіз керек. Жарайды, енді мен өзімнің ақшамның ішіндегі жаңағы 1,5 миллион беретін бізге. Менікі ұлттық университетте қорғадында біздерге 1,5 миллион теңге ақша берді. Мен 300 мың теңге мен жұмсап қойдым, төлеп қойдым, жоқ ол ақша. Енді қалған 1,2 миллион. Мен Европаға барып, оған 1 ай жүре алмаймын. Түсінікті. Оның сосын тағы бір мәселесі бар. Мен мысалы үшін үлкен баламның денсаулығында бір мәселелер бар да, мен оны ұзақ уақытқа тастап кете алмаймын. Сосын мен университетке барып, қоярда қоймай, хат жазып, арыз жазып, ешкім тыңдамады, мен құлақ аспады. Сосын яғни сіздің жағдайыңызды түсінбеу. Айтады, ереже осылай дейді. Содан мен отырдым да, өтінішке жаздым. Енді расында да мен ол баламды толық тұтасымен 1 айға тастап кете алмаймын. Расында да үлкен тәуекел болады да. Сосын мен айттым, өтінішке жаздым, барлығын түгел конструктивті түсіндіріп, менің негізі өтіп қойған ғылыми тағылымдамам бар екендігі. Бірақ талапқа сәйкес мен Европаға баруға, өзімнің шетелдік ғылыми жетекшіме баруға қарсы еместігімді барлығын айтып, тізіп жазып келдім де, содан маған өтініштен жауап келді. Олар айтты, осыншама конструктивті түрде арыз жазған адамды көрген жоқпыз деп риза болып тұр. Содан ол кісілер менің университетіме хабарласқан, ана кісінің мәселесін шешіп беріңіз деп. Яғни өтініш сізге осындай қолғабыс көмек болды. Сөйтсе менің оқыған университетінің құжаттамаларының ішінде негізі жеке ерекше жағдайларды қарастыруға болатын бөлім бар екен. Сонда өтініш шығып жаңағы министерстводан мәселе түспесе, мен жаңағыдай өз қалтамнан бөлек төлеп мемлекеттік органдардың рөлін менде толықтырып айтып жіберсем, менің жалпы жеке басымда сонда 2 мәселе болды. Яғни бірінші мәселе, мен енді шетелден өзім магистрлық диссертациямды қорғап келгеннен кейін ағылшын тілінде, яғни тілді ұмытып қалмау мақсатында докторлық диссертациямды осы Қазақстанда жазып шықсам деген бір ойда болдым, ағылшын тілінде. Сол кездегі мына министрліктің негізгі ережесіне сәйкес, сіз қандай бөлімде оқысаңыз да, диссертациялық жұмысты қалаған тіліңізде жаза аласыз. Бірақ жаңағы алғашқы уақытта менде кафедрадан қарастыру барысында қиындықтар туындады. Яғни мен оны қорғай алатындығымды біріншіден дәлелдеуім қажет болды кафедраға. Жаңағы ереже бола тұрса да. Екінші мәселе, ол диссертациялық кеңеске келіп, барлығынан өтіп, қорғау процесінде. Яғни менде тағы да ол жағынан қиындық туындады.
яғни маған отырған комиссия, неге сіз ағылшын тілінде қорғап жатырсыз, неге орыс тілінде қорғамадыңыз, сіз не орыс тілін білмейсіз ба деген сұрақтар маған қойылды. Білмесеңіз сонда сіз қорғай алмайсыз ба? Яғни бұл жерде былайша айтқанда докторанттың мысалы ол құқығын шектеу деп есептеймін мен. Өйткені Әрине. министрлік сізге рұқсат беріп тұр, бірақ жаңағындай сіз мына жергілікті бір жеке орталарға, субъектілерді субъектілерге Қалағанына келген кезде, ыңғайлануыңыз сол керек. кезде сіз қалай болғанда да басқа бір жолдармен мысалы жаңағы айталық комиссияның құрамының жалпы көңілінен шығуға тырысасыз. Сол үшін мысалы менің жалпы қорғауым бір тілде емес, ағылшын тілінде, яғни 3 тілде өтті деп айтсам болады. Қиналдыңыз. Қазақша талап еткендерге мен синхронды түрде қазақша түсіндірдім. Аударып отырдыңыз. Орысша сол Әрі жерде. өзіңіз қорғап жатсыз, әрі өзіңіз Әр- аудармашысыз, бәрінің қызметін қатар алып Солай болды жүрдіңіз. менде, иә. Ал Ал қазір бірақ ондай емес, иә. қазір олай емес. Сол тілге Сосын- білетін адамдарды жинайды. Енді жаңағы біз содан кейін мен жалпы өз басым сол кезде мына ғылым білім министрлігінің не қарасты мына сапаны басқару комитеті болды сол кезеңде. Яғни сол жерде мен жаңағы Ақбаян ханым секілді өзімнің хатымды жолдап олардың жауабын алдым. Яғни ең бірінші қорғамастан бұрын мен ағылшын тілінде қорғай аламын ба деген. Яғни менде ол нақты сондай рұқсатын алған министрліктің хатта болды. Енді екінші мәселені айтайын. Ол екінші мәселе, мына тағы да біздің тағы бір органда атап өткім келеді, білім және ғылым саласындағы. Ол мына ақпараттық техникалық жалпы ұлттық орталық бар. Ол орталық сол кезеңдерде мына сіздің жалпы диссертацияңыздың техникалық тұрғыдан талаптарға сай еместігін, рәсімделгендігін барлығын тексеріп береді. Мен уақытты жоғалтпау мақсатында, енді мен ол кезде Алматыда емеспін, Астана қаласында тұрып жаттым. Яғни колл-центрға хабарласып, сұрастыру нәтижесінде ең жақын орталық маған Қарағанды қаласында екендігін анықтадым. Содан өзімнің жұмысымды толығымен тексерістен өткізіп келдім. Енді диссертациялық кеңеске мен Алматы қаласына келдім ғой, яғни кафедраның қарауынан алғашқы өттім. Сол кезде кафедраның жекелеген мамандары, жалпы сол комиссияның негізгі құрамы мен өтіп келген ресми қағазды олар мойындамады. Яғни бізде былай болды. Мемлекеттік органдар тарапынан нақты көмектер болды, докторанттар үшін ұйымдастырылған. Яғни сапалық тұрғыдан қолдау, техникалық тұрғыдан қолдау, консультативтік бір қызметтер беру деген секілді. Бірақ қорғау барысына келгенде сіз жекелеген мектептерге күніңіз түскен кезде ол жерде жаңағындай мүлдем басқа талаптар болды. Сіз қайсына көнуіңіз керек? Міне Ана осы жерге мәселе барсаңыз бір болды. ереже, Иә. мына жерге барсаңыз бір ереже, сонда әуре сарсаңға түсіру ғой былайша Түсірді, айтқанда. иә, сондай болған. Өте қиын. Рахмет пікірлеріңізге. Енді қараңыздар, қорғау кезіне тоқталайықшы. Мысалы диссертация жіберілді, енді ең соңғы шешуші кезең қорғау кезеңі. Мысалы менің жағдайымда Глазго университетінде қорғаған адамға мектебі керісінше соның құрметіне кішігірім фуршет, дастархан жайып, сізге дастархан жаяды. Сіздің қорғағаныңыздың құрметіне. Сіз енді бізге әріптес болдыңыз деп сізді кәдімгі жеке тұлға санап, сізге бір символикалық сыйлық беріп, кішігірім дастархан жаяды. Яғни сіз енді PhD доктор атандыңыз, құтты болсын. Ғылыми жетекшілеріңізбен былайша айтқанда тойлап кішігірім қуанасыз, иә? Ал бұл жерде мен естуім бар, әлі де 90-шы 2000-шы жылдардың дәстүріндегідей банкет жаю, оларды бір мейрамханаға апару, бір сыйлық жасау, принтер, сканерлерін алып беру деген сияқты жағдаяттарды естігеніміз бар. Сондай болды ма сіздер қорғаған Жоқ, кезде? мен ковид кезінде қорғадым, бәрі онлайн, ешкімді де көрген жоқпын. Қорғадыңыз, сіз ше? Мен қорғаған кезде де ондай ештеңке болған жоқ. Мен жаңағы айналамдағы адамдардан естіп алғам ғой. Стол жаю керек, өйту керек, бүйту керек деген. Содан қорғау барысына дайындалып жүріп барып сұраймын ғалым хатшыдан да. Елдің бәрі стол жайып жатыр екен, мен де стол жайайын. Маған айтты, жоқ, сіз стол жаймаңыз деді. Тағы Бізде өтініш жазып тастайсыз деген ғой. Жақсы, яғни сіз жайған Сіз жоқсыз. жаймаңыз деді. Я бізде ең әділетті, ең адал кеңес деді да. Мен жарайды деп қуанып Керемет, едім. жақсы болған екен.
енді осы орайда мен екі түрлі тәжірибені айта аламын. Біреусі жақсы, біреусі жаман. Яғни мен айтқандай сол көш жүре түзелетін шығар. Иә. Яғни соның нақты бір біздер көрінісіне кейін мен өзім қорғадық қой. куә болдым. Мен сол ертеректе қорғадым, 11-14 жылдар. Яғни мен өзім қазіргі таңда сол диссертациялық кеңестің негізгі құрамында өзім қызмет атқардым. Ол жерде мен айтып тұрмын ғой, кәдімгідей заманауи талаптар тұрғысынан қорғау процестерін көрдім мен. Қазір Яғни бұл қағазбастылық, қалыватыр бұндай тамақ жайы. жаңағындай бір қосымша бір нәрселер талап ету, сыйлық дәмету деген сияқты мысалы мәселелер қазір ондай мүлдем жоқ. Бірақ кезінде ол болды. Яғни оны сізге мысалы сол өзіңізбен бірге қорғап жүрген мысалы басқа докторант әріптестеріңіз арқылы, яғни сол университетке қарасты, сол арқылы мысалы сізге ақпарат жеткізеді. Жалпы жанама түрде, тікелей сізге ол ақпарат келмейді, бірақ сізге солай естіртеді. Яғни осындай үлкен банкет жаю қажет деген сияқты. Мен сол жаймадым. Жаймағанда мен оның салдарын тарттым деп айтсам болады. Бұл сұмдық енді. Себебі менің қиын кезде өмір сүрген сияқтысыз. өтпелі кезең. Толы бір кедергі болыпты ғой сіздің. Өтпелі кезеңнің, сол кездегі өтпелі кезеңдердің мына жалпы ауыртпалығын айтып өту керек. Көрдім мен оны, кәдімгідей мен дәмін таттым. Яғни мен сол 2014 жылдың желтоқсан айында, яғни мына мерекелердің уақытына тұспа-тұс келетін кезеңге түсіп қалды менің диссертация қорғайтын күндерім. Және мен басқа университеттен, басқа бір қаладан келдім. Біріншіден, сізді жалпы ол мектептің қабылдау мәселесі дегендей. Одан кейін мен тіпті шынымды айтайын, өзімнің қорғауыма қажетті удлинитель дейміз ғой, техникалық тұрғыдан соның өзін мен өзім алып келдім. Яғни сол кезеңдегі жалпы жағдай докторанттарға жасалатын сондай деңгейде еді. Және екінші бір атап өтетін мәселе, мен енді ағылшын тілінде қорғадым дедім ғой. Оны мен алғашында тағы да хат жолдап, министрліктен жауап алдым. Диссертациялық кеңестер жалпы ағылшын тілінде қорғалатын жұмыстарды қабылдауға дайын ба деген. Содан мен нақты ресми жауап алдым. Диссертациялық кеңес, нақты сол мен барып отырған диссертациялық кеңес, материалдық техникалық тұрғыдан, жалпы мына профессорлық оқытушылық құрам тұрғысынан барлығынан сол талаптарға сай деген. Сол үшін мен ешқандай қорықпастан солай келіп отырмын ғой. Әйтпесе мен әрине қазақ тілінде қорғайтын едім ғой, бұндай жағдайларды білгенде. Банкетті жаймадым дедіңіз. Қандай салдары болды енді сонымен? Оның салдары біріншіден менің жаңағы сіз қорғағаннан кейін негізгі құжаттарыңыздың барлығын аттестациялық комиссияға, министрлікке жолдайсыз. Оны сол 20 күннің ішінде жолдап бәрін үлгеру қажет. Біріншіден менің жаңағы құжаттарымды тежеді. Жасанды түрде менің құжаттарымды тежеді. Яғни бірінші біздің докторанттар, сізден кейінгі докторанттардың барлығы қорғап бітеді, содан кейін ғана сіз құжатыңызды алады деді біріншіден. Себебі мен енді мерекенің уақытында сыйлықсыз барып отырмын ғой. Және маған ашық түрде жаңағы диссертациялық кеңестің төрайымы және хатшысы, сіз қайда өскен адамсыз жалпы? Детдомнан шыққан жоқсыз ба? Сәл бір енді ілтипат танытсаңыз болады ма деген сияқты мен жеке басыма қатысты сондай сөздер естідім. Яғни сізді тәрбие көрмеген деген сияқты. Мен сол сыйлық апармағанымның өзі солай қабылданды. Ал енді қазіргі Қазақстанның біз шындығын қарайтын болсақ, қазіргі таңда докторант деген ол жеке ғылыми тұлға. Шетелдегі секілді, яғни оның пікірін құрметтеу, оның жұмысын нақты қарастыру, яғни жеке басындағы мәселені емес. Яғни бізде де қазір сондай дұрыс бетбұрыс бар. Ол жоқ емес.
мынаның айтып отырғанымның барлығы ол өтпелі кезеңдегі сол қиыншылықтар еді. Енді Айнұр, сіздің басыңыздан өткен жағдайларды естіп, енді сұмдық екен, ешкімнің басына салмасын, ешкімнің басына бермесін. Енді әрқайсыңыз не дегенмен докторантураға түсіп, әйтеуір арманыңыз орындалып бітіріп шықтыңыздар ғой. Енді докторантураға PhD-ге түсем деген жастарға, немесе оқып жатып бітіре алмай жүрген ғалымдарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең алдымен PhD ол сізге берілетін билет, ол демалыс билеті. Оны сіз Қапшағайда демаласыз ба, жоқ жаңағы бір шетелге барасыз ба, Дубайға барасыз ба, Астанаға барасыз ба, оны өзіңіз білесіз. Сол өзіңіздің турыңызды өзіңіз құрастыруыңыз керексіз. Ол саяхатыңыз сіздің тақырыбыңыз, зерттеу тақырыбыңыз. Соны мүмкіндігінше қызық етіп, жан-жақты етіп, өзіңізге бір 3 жыл бәрінен демалыс жариялаңыз. Сөйтіңізде сол тақырыбыңызға кіріп, соның вайбына кіріп, зерттеудің вайбына кіріп, сосын сондай бір қызықты зерттеу жасаңыз. Сонда ғана сіз уақытылы сәтті қорғап шығасыз. Ал аяқ астынан келген жобалар, бір қызығушылықтар, басқа бір нәрсе болса, онда 3 жылда қорғай алмайсыз. Ондай мақсатыңыз болса, онда әлі түспеңіз. Қашан дайын боласыз, сол кезде түсіңіз докторантураға. Сосын түскеннен кейін ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Жетекші барын береді. Пән мұғалімдері барын береді. Бірақ қазір мүмкіндік мол заман. Кез келген ақпарат YouTube'да барлық жерде бар. Мүмкіндігінше өзіңіз ізденіп, сіз жас бакалавр, магистр емессіз, мүмкіндігінше жан-жақты ізденіп, бір өзіңіз маман болуға, ертең сол PhD деген атқа лайықты болуға өзіңіз дайындалыңыз дер едім. Мен айтар едім, ең алдымен ғылыми жетекші таңдаған кезде мұқият болыңыздар деп. Мен ойлаймын, менің жалпы қорғау барысына жетуімде менің ғылыми жетекшімнің рөлі үлкен болды. Және де мен білем, PhD-ге түсе салып, бізде кафедра меңгерушісі болатын, Мұса деген жас бала. Айтам, бара салып, Мұса мені защитаға жеткізе алатын, маған ғылыми жетекші тауып берші деген кезде үлкен рахмет, сау болсын. Мені ғылыми жетекшімен жетектеп апарып, мына кісі жұмыс жасайтын кісі, осы кісі қандай тапсырма берсең де орындайды деп тапсырып, мен жаңағыдай өзім 3 жыл жаңағыдай айтады ғой, түскен күннен заң бойынша, мен мысалы үшін қыркүйекте түскеннен жаңағы 2023 жылдың желтоқсанына шейін қорғап шықтым. Сосын екінші менің бір айтатын мәселем, қайтпаңыздар. Мақсат қойдыңыздар ма, PhD-ді қорғаймын деп, орта жолда қалып қоймаңыздар. Өйткені менің өзімнің айтады PhD journey, PhD жолым 12 жылға созылған. Мен ең басында өзімнің альма-матерме докторантураға түсіп алып, о жерде енді тұрмысқа шығып кеттім, жаңағыдай балалы болдым. Сосын балалы болғаннан кейін арыз жазасың ғой 1 жылға. Сол арыз жазған кезде мен о жерде докторантураның бастығы болды да, сол кісі айтты, докторантура бөлімінің бастығы, 3 жылға жаза сал, ол заң бойынша. Сол кезде білесіздер ме, сол кезде әңгіме өрбіп жатты, PhD жұмыспен бірдей деген. 3 жыл декретін, PhD-да жұмыс қой, декретный сияқты 3 жылға жазыңыз деді, бірақ олай болмай шықты соңында. Ол кездегі ережелер бойынша мен 1 жылдан кейін университетке қайтып келуім керек екен. Мен оны білмегем, докторантураның бастығы айтып отыр ғой, докторантура, соған сеніп кете бергем. Сол құжаттарға да мұқият болу керек. Содан оқудан шығып қалдым, содан түс алмай жүрдім. Ана университетке, мына университетке восстановиться ете алмадым. Өздеріңіз білесіздер, КБТУ-ға ақылы түрде оқу қымбат. О жерге түс алмадым. Содан мен өзімнің PhD-мді қорғап шыққан университетіме келдім. Ол кезде де мен жүрдім, мен ойладым. Енді мен жаңағы восстановить етейін деп жүрмін ғой, жаңағыдай оқуымды жалғастырмақшымын да, ол мүмкін емес. Мен тек қана басында түскен университетім арқылы ғана жалғастыра аламын. Сон жаңағы Мұса деген әріптесім айтады, неден қорқып барасыз дейді, қайтадан тапсырып көріңіз, мүмкін сіз түсіп кететін шығарсыз. Мен грант алған адаммын ғой үкіметтен. Маған ешкім грант берілмейді маған дейді. Тоныңызды ешкім шешіп алмайды. Тоныңды ешкім шешіп айтпайды, тапсырып көр дейді. Содан мен тапсырдым.
тапсырсам, енді мен түсіп кеттім, ағылшыным шешіп кетті, менің жаңағы өзімнің неше жылдан бері жинаған тәжірибем шешіп кетті ол жерде. Содан түсіп алғанымен сенбеймін жаңағы. Түскеніме сенбеймін. Кафедраны звондайды, сіз түстіңіз құтты, оған сенбеймін. Одан сабақ басталды, оған сенбеймін. Приказ шықты дейді, оған сенбеймін. Неткен сенімсіз. Енді мен негізі біз білеміз ғой, заң бойынша жаңа грантқа 2 қайтара түсуге болмайды дегенді да. Бұл жерде мынандай болып шықты, жаңағы мені оқуымнан шығарып жіберді ғой, университетпен байланыс үзілген, олардың оқудан шығарып жібергені маған дұрыс болған екен да. Мен жаңағы соның арқасында грантқа екінші түс алған екенмін. Содан не керек, түсіп алғаннан кейін енді не де болса енді беріліп тұрған мүмкіндік қой деп жаңағы 20-шы жылы түстім ба, содан тоқтамай жұмыс жасап 23-те прямо күнбе күн жаңағыдай ешқандай ақылсына қалмайтын, шетіне шыққамайтынға сөйтіп қорғап алғам. Қайтпаңыздар, ешқашанда, әрқашанда мәселенің шешілу жолдары табылады. Ең бастысы мақсат қылып қойған нәрсені соңына жеткізу маңызды деп айтар едім. Маған докторантураға алғаш түскен кезде Біріккен Араб Әмірліктерінен келген Уафа деген бір курстасым бар еді. Бір курс жоғары оқыды. Сол мен алғаш көзім алақ жылақ болып, қайда барам, не істеймін деп жүргенде, ол айтты, мен саған бір кеңес берейін бе деді. Кофеге шақырған уақытында мен қандай кеңес деп едім? Enjoy it деді. Яғни ләззат ал. Жазғанынан ләззат ал. Мен соны 3 жыл бойы оқу барысында сол айтқаны enjoy it деген 2-ақ сөзі мен бір PhD journey'імнің ұранына айналды. Мен әр нәрседен қиналғанымда, жылаған кездерімде болды. Мен әр жазғаннан ләззат алайыншы деп, сол жазғаннан ләззат алуды үйрендім. Және студенттерге де соны үйретем. Жазғандарыңыздан ләззат алып оқыңыздар. Енді менің жас ғалымдарға айтпағым, докторантура жолына саналы түрде келіңіздер. Яғни мансап үшін емес, я болмаса мүмкіндік туып тұр, бітіріп ала қояйын деген мақсатпен емес, ғылымды сүйіп келіңіздер. Сол кезеңде қандай жағдайлар болмасын, сол жағдайда сіз, яғни сондай позицияны ұстансаңыз, онда сізге жалпы қорғау да, оқу да жеңіл болады. Ол сіздің өміріңіздің бір бөлшегіне айналады, және қазіргі таңда мүмкіндіктер өте көп, жүйе әлдеқайда сапалық тұрғыдан өзгерген, яғни біз көрген қиындықтарды енді сіздер көрмейсіздер. Сондықтан осы бастан ойларыңыз болатын болса, оқыңыздар, одан ұтпасаңыздар, ұтылмайсыздар. Рахмет ойларыңызға. Енді біз бүгін PhD жолымыздың қиындықтарын да айттық, жақсы жақтарын да айтып, ортаға салып талқыладық. Басқа біздің докторантураға түсем деушілерге пайдалы кеңес болатынына сенімдімін. Енді қиындықтарын да көп айттық қой. Бірақ дегенмен біздің Ахметтей алашордашыларымыз ғылымды елдің, ұлттың, тұтас ұлттың дамуына үлес қосатын негізгі фактор ретінде қарастырған. Сол кезіндегі абайтанушы Қайым Мұхамедхановтардың өздері сондай қиындық көрген кезде, теперіш көрген кезде, кандидат диссертациясын қорғап жатқан жерінен rejection алған кезде, қорғатпай, солардың түрмеде көрген қорлығы мен қиындықтарының қасында біздің PhD жолымыз түк емес деп ойлаймын. Және сіздердің пікірлеріңізге қосыламын. Ешқашан қайтпау керек, мойымау керек, және жүйеге көндігу арқылы емес, жүйені өзгерту арқылы ғылымды дамыту сіздердің қолдарыңызда. Келесі подкастымыз ғылым және әйел тақырыбына арналады. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамызға жазылыңыздар, сау болыңыздар.